Қазір таңғы ас дайындау мәзір басталды. Мына жерде мінекей лаваш, кесілген туралған лаваш, сыр, оған керек бізге жұмыртқа, вареный колбаса туралған, одан кейін мынау бауыр, пісқан бауыр, пияз и квашеный капуста, тұздалған капуста. Қазір осыларды қосып таңғы ас дайындаймыз. Бірінші пияз бен капустамызды саламыз. Ең астына сосын бауыр саламыз. Сосын лаваш саламыз. Жазып қоямыз лавашты салып. Сосын бетіне колбасаны саламыз. Піскен колбаса. Вареный. Осылай. Енді жұмыртқамызға тұз салып араластырып аламыз. Өзіміздің жақсы көретін приправамыз салуымыз алып, кішкене көбеймес дәмі шықсын. Осылай